Ораза айт қазақстандықтарды біріктіре түсетін ынтымақ мейрамы. Бүгін күллі мұсылман қауымның ұлық мейрамы Ораза айтқа ақтөбеліктер айрықша мән берді. Айт намазы таңертең Нұрғасыр орталық мешітінде өтті. Ал айт намазынан кейін мешітке келгендер үшін алаңда спорттық шаралар ұйымдастырылып, дастархан жайылды. Таңсарыден айт намазына тұрған жамағат Рамазан айында төзім танытып ораза тұтқан еді. Бұл қасиетті айдың аяқталғанын білдіреді. Айт намазы облыстың барлық мешіттерінде оқылды. Ақтөбеліктерді облыс әкімі Бердібек Сапарбаев құттықтады. Ол өз сөзінде біздің ұлтымыз ежелгі дүниеден ислам дінін салт дәстүрмен бірге ұстанып келе жатқанын, екеуі бірінен бірі ажырағысыз құндылықтар екенін айтты. Ол биылғы жыл қазақ халқы үшін ерекше қасиетті деп тоқталды. Биылғы оразаның бір ерекшелігі Алла Тағаланың қазаққа деген көңілі, пейілі дұрыс болған шығар. Жақында ғана біз бірінші рет осы Орта Азия елдерінің ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болдық. Бұл тағы да бір рет дүниежүзіне Қазақстанның абыройын, беделін көтерді. Биылғы оразаның екінші бір ерекшелігі өздеріңіз білесіздер, биыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Осының барлығы тәуелсіздіктің, егемендіктің арқасында өзіміздің дінімізді, өзіміздің саясатымызды жүргізіп жатырмыз. Айта кету керек, биыл ораза айтты ақтөбеліктер ерекше қарсы алды. Кәсіпкерлер орталық мешіт алаңында 7 шатыр және 7 киіз үй тікті. Мешітке келген әр адам ұлттық тағамдардан дәм татты. Қонақтар үшін 1 тонна бауырсақ, көже мен шұбат әзірленді. Сондай-ақ ұлттық ойын түрлерінен қызықты жарыстар ұйымдастырылып, оған қатысқандар, жеңімпаздар бағалы сыйлықтарға ие болды. Арқан тарту, гір көтеру, қол күрес, тоғызқұмалақ, балалар арасында қазақша күрес алаңдағы тұрғындарды көп жинады. Ал нағыз білекті жігіттер қошқар көтеріп, күш сынасты. Ораза айында осы қазақ күресінен бірінші орын алдым. Мен ол күрес менің өмірім, мен күресті өмір бойы қатысып өтемін. Әрине оңай болған жоқ. Қошқар көтеру бірінші рет енді осы жылы осындай шара ұйымдастырып, осындай қатысып, Аллахтың қалауымен бұйыртып жатыр ғой. Ораза айт бәріне қабыл болсын, халқымыз аман болсын. Қала тұрғындары үшін бұл мейрам ерекше ұнады. Ораза айттың құрметінен мұндай шара бірінші рет ұйымдастырылғанын айтқан көпшілік діннің достықпен, бейбітшілікпен үндес екенін сездіктесті. Үлкен ұйымдастырылып жатыр. Сондай бір жағымды да өзі бастап айт намазына қатысып, оның өзі бір көргенділігі, өзінің білгенділігі, сондай бір ұйымдастырылып жатыр да жақсы іс-шаралар. Соған ойлаймын, жылда да осылай бола берсін. Көңіл күйіміз де жақсы, адамдардың да, мына ел жұрттардың да өмірге деген сондай бір жақсы көңіл күй болып тұр. Таңғы намазда, осы айт намаздан кейін, иншалла осындай бір не болып жатқан. Нұрғасыр мешітінің алдында ұлттық ойында және тағы да басқалар киіз үй тігіліп жатыр. Мен оларға қуаныштымын. Мен өзім тілегенім халқымыз аман, еліміз тыныш болсын деп. Айт Қазақстанға жақсылық әкелсін, бірлік, тірлік әкелсін. Ораза айт бірліктің мейрамы болғандықтан дәстүрге сәйкес мұсылман қауымы бір-біріне сый-сияпат жасап, көршілерге қонақасын береді. Туған туыс бір дастархан басына жиналады. Енді тұрғындар 70 күннен кейін келетін ұлық мейрам Құрбан айтты да осылай қарсы алсақ десті. Анурек Мырзатайұлы, Іңкәрі Қарашаева, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.